Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде творожная шарлотка. Осы пирогтың рецептісін сіздерге бөлісетін боламын. Бір жасағаннан пирогыңыз осындай көтеріліп піскенін қаласаңыз, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Керекті заттардың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды екеуін қосып, ақ көбік болғанға дейін араластыратын боламыз. Миксердің көмегімен бастапқыда аз жылдамдықтан бастай отырып, әр 30 секунд сайын жылдамдықты арттырып отыру керек. Пирогтың жақсы көтеріліп пісуі осы ақ көбікке байланысты болады. Құралдарымыздың барлығы құрғақ болған абзал. Содан соң еріген сары майымызды қосамыз. Осы кезде жылдамдату керек, өйткені біздің ақ көбігіміз басылып қалатын болса, пирогымыз піспей қалуы мүмкін. Содан соң ірімшігімізді қолымызбен үгіте отырып салатын боламыз. Оны да миксердің көмегімен араластырамыз. Тез жылдамдықты араластыра береміз. Ұнымызды міндетті түрде ситодан өткізіп алу керек. Мен барлығын алдын ала дайындап алдым. Және ұнның арасына разрыхлителді қосатын боламыз. Содан соң өстіп 3-4-ке бөле отырып, миксермен араластырмаймыз. Өйткені миксермен араластырсаңыз, наныңыз отырып қалуы мүмкін. Ингредиентіміз осындай қою болатын болады. Астынан үстіне қаратай өстіп араластырамыз. Ингредиентіміз мінеки қою. Енді формочкаға салатын боламыз. Мен осындай форманы қолданамын. Диаметрі 28 см. Арнайы қолданатын алдында осылай фольганы төсеймін. Әсіресе алюминиевый фольгалар жақсы қолданған кезде астын күйдіріп жібермейді және пирогты да жақсы көтеретін болады. Осылайынан қолымыздың көмегімен тегістеп, екі қолымызбен шайқап, барлық жағына тегістейтін боламыз. Алманы мен алдын ала тазалап алдым. Пирогымыздың бетіне осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Алманың қабығын алып тастаса да болады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Піскенін таяқшаның көмегімен көрсеңіз болады. Таяқшаңыз құрғақ болуы керек. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайды деген үміттемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғаныңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, келесі шығатын видеоларымды бірінші болып көріп отырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.